Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге ресторандағыдай лимонадтың рецептісін ұсынамын. Жасалуы да өте оңай. Жаз мезгілінде күшті кететін сусындардың бірі. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші осылай апельсинімізді жуып, турап кувшинға салатын боламыз. Кивимізді ашып турап кувшинға саламыз. Осылай жалбыздарды жуып, жапырақтарын салатын боламыз. Ендігі кезекте сарыағаш суының қолдандым. Егер де сіздер спрайт қолдансаңыздар да болады. Осылай үстіне сиропты құятын боламыз. Мен манго, маракуя сиропты қолдандым. Сироптардың неше түрлері болады. Өздеріңізге ұнаған дәмді қолдансаңыздар болады. Осылай барлығын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қонақ келгенде де дайындап берсеңіздер болады. Өте дәмді лимонад шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.